Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда біз бизнес жайлы, Озон жайлы, жалпы кәсіп жайлы біз пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер, көп пайдалы ақпараттар болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Озонда новичоктардың қателіктері десек болады. Мен өзім Озонмен айналысқандықтан көп адамдар келеді, новичоктар, и солардың ошибкаларын көріп, сіздер сондай ошибканы қайталамас үшін сіздерге кішігірім лайфхактармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, көп пайдалы ақпараттар болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз новичоктардың қателіктері. Біз 4 өзім көп кездесетін қателіктерді бүгін жинап келдім. Ең біріншісі ол ФБС пен арзан товар сатуы новичоктардың. Именно новичоктар келеді барахолкаға, өзінің товарын қараймын, 2000 теңге, 3000 теңге қанша маржа көріп тұрсың деп сұрасам адамнан, 1000 теңге, 1500 теңге дейді. Хотя ол арзан товар сатып жатқан адам көп жағдайда fulfillment услугасын немесе упаковкаға кеткен ақшасын, жолына кеткен ақшасын и Озонның комиссарын дұрыс есептемейді. И за счет этого ода қатты пайдасы жоқ. Күндік еңбегі ананың пайдасына татымай қалады да. И менің айтатын советім бұл жерде ФБС пен айналыссаңыздар, сіздер қымбат и үлкен товар сатсаңыздар болады. Неге? Өйткені арзан товар ол сіздер ақша жинауларыңызға өте қиын болады. 1000 теңге, 2000 теңгенің заттарымен сіздер 225 теңге жинау ол кәдімгідей ұзақ уақыт. Неге 225 деп сұрасаңыздар, Озонда ең бірінші выплата ол 225 теңге болған кезде ғана шығара аласыздар. Ал оған дейін сіздер өкінішке орай ақша шығара алмайсыздар. Ал сіздер 60 теңге, 70 теңгенің товарын сататын болсаңыздар, 4-5 товар сатып сіздер уже бірінші выплатаны жасап алсаңыздар болады. Бұл біздің бірінші ошибка. Арзан товар сату деп аталынады. Біздегі екінші грубый ошибкалардың бірі ол маған көп кездесетін ошибка, ол адамдардың трафаретті қосуы. Трафарет деген бізде платный реклама. Көп адамдар оны көріп алады да, мияқтан естіп алады. YouTube'тан трафарет деген жақсы жұмыс істейді деп. И адамдардың естіп алады, трафаретті заказ көп түседі деп. Хотя трафареттің тарифі кәдімгідей қымбат. Өйткені менің практикамда кездесетін адамдар ол мынандай 1-2 товар салады и трафарет қосып тастайды. И біраз күннен кейін келеді, менде бірінші заказ түсті деп, заказын құшақтап алып біздің фулфилментқа. И мен қараймын, ана бірінші заказын көріп тұрам, бірақ олар айтады, мақсат менің финансымда почему-то штраф болып жатыр деп адамдар келеді. Мен айтам, Озонда штраф жоқ. Что-то не то сіз айтып тұрсыз деймін. Сөйтсем менде міне финанстан қарасам минус суммалар тұр дейді. И мен қараймын да сразу бұның трафарет екенін түсініп қоямын. Трафарет деген ол сіздердің товарларыңыздың просмотрына ақша алады, немесе клигіне ақша алады. Клик деген батырма. Ал сіздерде 1-2 товар салсаңыздар, просмотр әлде қайда көп болуы мүмкін, бірақ сіздер бастапқыда сіздер профессиональный карточка сала алмайсыздар. И за счет этого сіздерде нереально көп ақша жеп қояды. Нереально көп ақша деген ол 10 000 рубль, 20 000 рубль дегендей. Оның өзі уже бірталай ақша кетіп қалады. Егер сіздер трафаретті, продвижение в поиске солар дұрыс қосу білмесеңіздер, лучше обучение ала салсаңыздар өздеріңізге тиімді болады. Неге? Өйткені сол трафаретке минусқа кеткен ақша уже оқудың ақшасымен бірдей болып қалады. Сол үшін дұрыстап рекламаны қарап, содан кейін барып қосыңыздар. Үшінші біздің грубый ошибкалардың бірі ол ФБО-ға товар жібермеуі. Бұл бізде өте грубый ошибка деп мен өзім санаймын. Өйткені мен кезінде ФБС-пен ғана айналысып жүрдім, бірақ мен ФБС-тен ФБО-ға өткен кезде нағыз маржаның ФБО-да екенін түсіндім да. ФБО-ның өту тиімділігі 5, 7, 10 есеге артып кетеді. Неге? Өйткені адамдардың барлық қазір доставканың тез болған қалайды да. Мен мысалы айту мүмкін, сіздерден ақша алып, оқу 2 айдан кейін болады деп айту мүмкін. Сіздер, 2 ай күтем ба деп айтасыздар да. Лучше аяқтан басқа эксперт тауып, содан оқи берем ба деген сияқты ойлауларыңыз мүмкін. И клиенттерде дәл солай товар заказ бере ма, 4-5 күнде ала салғысы келеді. Сіздердің товарларыңызды Алматыдан Россияға баратын уақыты ол 14 күн мен 20 күн. Сіздердің товарларыңызды 20 күн бойы күтіп отырғысы келмейді. И олар барады да басқа конкуренттердің товарларын алатын болады. Сол себепті біз ФБО-ға жіберуіміз керек. Біздің 4-ші ошибкамыз новичоктардың фотоны дұрыс қоймауы. Дұрыс естідіңіздер, фотоны дұрыс қоймауы. Көп адамдар әдемі картинка алып алады, интернеттен жазып алады, басқа жерден алып алады деген сияқты. Бірақ жіберіп жатқан товары оған мүлдем ұқсамайды. Мысалы ретінде көрсетіп кетейін. Картинкаға мынандай бір күшті блокнот қойып қояды да, бірақ заказ түскен кезде бір басқаша бір товар жібере салады. И соответственно ана товар возврат болып кетеді. Ол каждый возврат деген ол Озонда минус, өйткені
туда логистика алады и сіздерден обратная логистика алады. Обратная логистика деген ол сіздерде товарыңызды апарып алып келген үшін бәрібір алу керек, өйткені бұл жерде Озонның кінәсі жоқ, Озон атпен алған жоқ. Сіздердің товарларыңызды алып келіп келді, олардан ешқандай минус жоқ. Ал сіздерден кететін ақша логистика, обратная логистика и уақыт. Ең главный бізде уақыт. Товарларыңыз сіздердің 10 күн бойы клиентке барады и 15 күнде қайтып келеді. Ол товар одан кейін сатуға жарай ма, жарамай ма, уже белгісіз. Өйткені біз товарлардың возвраттарын көріп жүрік, клиентке әдемілеп апарады, бірақ обратно алып келетін кезде складтағы жұмысшының бәрі футболист па, баскетболист па сіздердің товарларды теуіп, лақтырып қанша қолдан өтіп алып келіп береді. Оның уже сапасы келесі адамға сатуға жарамай қалады. Сол үшін бізде возврат көбейіп кетуі мүмкін. Картинкамен сіздің сатып жатқан товарыңыз екеуі бірдей болу керек. Өйткені клиент сіздердің товарларыңыз астында характеристиканы оқып сата ала салмайды. Ол аппаратта суретті қарайды. Поверьте мне, олар ешқайсысы астынан оқымайды. Суретке қарайды, бағасын қарайды, доставкасын қарайды и алады. Осыларды біз дұрыстап жасауымыз керек. Біздің осымен видеомыз аяқталды. Бұның екінші частьін түсір десеңіздер, комментарийға активі болып отырыңыздар. Және менің Instagram парақшама, YouTube парақшама тіркеліп кетіңіз. Біз көп пайдалы ақпараттармен Instagramда да, YouTube'пен де бөлісетін боламын. Сау, саламатты болыңыздар.